Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз термомиксте керемет, дәмді, әрі оңай дайындалатын творожный рогаликтер жасаймыз. Бұл рецепт барша отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Алдымен қамырды дайындап аламыз. Термомикс тостағына сары май, жұмыртқа, творог, тұз және де ұн қосып 15 секунд 5 жылдамдықта араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді видеода көрсетілгендей чашаны төмен қарай түсіріп, қамырдан рулет жасаймыз. Сосын рулетті 3-4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті домалақтаймыз. Сосын жұқалап жаямыз. Енді әр домалақты кесіп, 3 бұрышық көлемінде. Әр 3 бұрышты түбінен бастап, ұшына қарай орап, рогалик пішінін жасайсыз. Осы кезде пешті қыздыра беруге болады. Біздің қамырымызға қант қосылмаған, сондықтан әрбір рогаликті қазір қантқа малып аламыз да, пергамент қағазы қойылған табаға қоямыз. Рогаликтерді қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутқа жібереді. Ас болсын. Бұл рогаликтер сіздің шай дастарханыңызды сәндеп, керемет дәммен қуантады. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.